Қазақстаннан жоғарырақ деңгей күттік дейді. Ұлттар лигасының бір қаңқасын құру үшін жасалған іс-әрекет бұның барлығы. Кенжебек доп қозғанды. Ғалымда допты бермесе бермей кетсін, бірақ алдасашы. Құрамадағы жігіттердің қарым-қатынасы қаншалықты жақсы? Қазір күшті. Аға іні болып алған анау кәдімгідей деген. Сонда қыздар жігіттерге мотивация береді деп тұрсың. Командасын емес, отанын қорғап отқандай сезінеді ғой өздерінің негізінде. Әлем чемпионаты сізінше несімен ерекше болады? Кино болайын деп атады. 10-шы ғана Мексикада өтеді екен. Соған мексикалық жанкүйерлер қатты ренжіп жатыр дейді. 13 матчты көзде шүкір етіп отыр ғой. Сәлем достар. Өздеріңіз білесіздер, осы аптада әлем чемпионаты басталады. Одан бөлек Қазақстан құрамасы 2 жолдастық кездесу өткізді. Армениямен және Венгриямен. Осы арайда футболды талқылау үшін футбол сарапшысы Бек Шматты қонаққа шақырдық. Қош келдіңіз, Бек. Көргенімізге қуаныштымыз. Бірақ әңгімені ең алдымен мен Қазақстанның әйелдер құрамасынан бастағым келеді. Өйткені кеше ғана әйелдер құрамасының плей-офф кезеңіне өткен туралы хабар естідік. Қуанышты хабар естідік. Енді біздің қыздарымыз Армениямен ойын ойнап тең түсті. 1-1 есебімен. Соның арқасында топтан 2-ші болып шығып жатыр екен. Қыздарымызды құттықтаймыз, сәттілік тілейміз бұйыртса. Жалпы әйелдер футболын көресіз бе? Иә, әлбетте. Өйткені кеше мен осы жеңіспен Алтай матчы болды ғой, 5-0 есебімен аяқталды. Және осы FIFA-ның арнайы тапсырмасы бойынша былтыр Қазақстан премьер-лигасына әйелдер лигасы қосылды ғой. Сол кезден бастап мен қалай болады екен деп қатты күттім. Жоқ, бізде де қыздар арасында өте мықты футболшылар бар екен. Кешеде Қазақстан ұлттық құрамасының сапында жүрген кейбір қыздар, осы Биік Шымкент бар, Ақтөбе бар, Жеңістің сапында ойнап жүрген қыздар өте керемет. Бір қуантатыны тек қана бізде Қазақстан құрамасынан осы әйелдер құрамасы ғана емес, қазір U19 дегендер, мысалы элиталық лигада біз жан-жақты дамып жатырмыз. Енді осы қазір ұлттық құрамамыздың осы аяқ алсын, Жаслан Әмір немесе Латурнус Сатпаевтармен егер нақты қалыптасып ойын шегеленетін болса, біз алдағы Евроға барып қалуымыз мүмкін. Және Қазақстан әйелдер құрамасы да біраз жерге дейін баратын сияқты. Жалпы біздің футболға қарап қазір мен қуанамын, қатты қуанамын. Енді 2027 жылы әлем чемпионаты өтеді әйелдер арасында. Мүмкіндік қалай деп ойлайсыз жалпы? Енді қазір ештеңе айта алмаймыз, өйткені бізде Қазақстан әйелдер футболы өзі қолға алынғаны 1-2 жылдың ғана маңайы болды. Ол Европада бұрыннан бар. Қазір тіпті әлемдегі FIFA ойнайтындар бар ғой. Бүкіл Европадағы немесе ақш-тың құрамасын жатқа біледі, әйелдер құрамасын. Кім қай позицияда ойнайды, кімнің рейтингі қандай екен, барлығын жатқа біледі. Ал бізде бұл сала сәл соңғы кезде бір енді ғана тәтей басып келе жатыр да, сондықтан қазір еш нәрсе айта алмаймын. Бірақ бәрі уақыттың еншісінде мен сенемін, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі мен кейбір футболшыларды танимын, осы Аида Гаистинованың соңынан ерген қыздар бар ғой қазіргі. Кеше мысалы Лейла Садықованың өзі қандай голдар соғып жатыр, мысалы Құрманғазина қандай голдар соғып жатыр. Жақсы. Мен 2027-ге дейін, келесі жылға дейін бір аяқ алыс, бір жақсы ойын алып кетсе, бәрі жақсы болады. Енді ұлттық құрама жігіттері 2 жолдастық кездесу өткізді. Венгрия және Армениямен матчтарды көрдіңіз ғой? Иә, екеуін де көрдім. Нәтижелер енді көптің көңілінен шықпағаны белгілі. Сіз қандай қорытынды шығардыңыз осы ойындардан кейін? Мен тура ойымдағыдай шықты. Мен ойладым, 2 ойыннан 1 ұпай алсақ та жетіп отыр ғой деп сырт алаңда. Тура күттім мен осындайда. Неге көп Армениямен матчта жеңіске жету мүмкін деді негізінде? Жоға, құрсын, кім айтып жүр оны деген? Армения деген бізден 1 емес 2 бас жоғары құрама ғой ол деген. Армения сұмдық ол қазір деген. Армения тек қана өзінің таланттарынан бөлек қазір мынау басқа шетелдің азаматтарын өзіне жаңағы құжаттарын ауыстырып, Арменияның паспортын алып беріп, қазір мықты құрама жинап алған олар. Тек ішіне Мхитарян ғана жоқ демесеңіздер, Армения мықты ғой бізден әлде қайда. 1 ұпай алып кетуіміздің өзі бар ғой, мен үшін, мен ойымдағы жоспар орындалды. Я, адамдар айтады, үйту керекпіз, бүйту керекпіз деп та. Жоқ. Арменияның чемпионатындағылар ойнап жатыр ғой, Европада ойнап жүр, Ла Лигада ойнап жүрген біреуі бар, мынау Ресей чемпионатында ойнап жүр 3-4-еуі. Мықты олар деген, өте мықты. Енді ол мүмкін ондай ойдың туындауына соңғы кездері Арменияның кәдімгідей жеңілсіз сериядан келе жатқанының кесірі шығар деп ойлаймын. Өйткені соңғы 5 ойындама қатарынан Армения жеңіске жетпеген. Иә, ондай болып тұрады енді барлық құрамада да. Өйткені Армения бір жаман жері, осы Мхитарян бар кезінде де үлкен додаларға шыға алмай жүрді ғой. Жолы болмай, жаңағы 3-ші орынмен аяқтап қалады, немесе жаңағыдай іріктеу ойындарында сүрініп қалады өтпелі кезеңдерде. Сондай бір жол болмай жүрген кездері болды. Айтпесе мен Армения ұлттық құрамасы мықты ғой. Тіпті осы Захаряндар сол Арменияда ойнау керек, бірақ Ресейдің құжатын таңдап көбісі Ресейге кетіп қалған негізі армяндардың. Әйтпесе армяндар өздерінің таланттарын жинайтын болса, ол қазір Грузиядан кем емес болар еді.
өйткені кварацхелия секілді таланттар болды. Осы армиядан жарып шыққан мхитарян ғой, Боруссияда, Манчестер Юнайтедте ойнаған, Ромада, Интерде ойнап, Чемпиондар лигасын жеңген деген сияқты. Әйтпесе Арменияның тарихы бар. Футбол тарихында жалпы кезінде ксро кезінде Арарат деген үлкен клуб болған, негізі Спартак Москвамен деңгейлес болып. Мен ол кезде жоқпын, бірақ енді естуім бойынша енді Арарат деген ең мықты клубтардың бірі болған. Соның кейін осы бертінде Финиктер шықты. Қазақстанның клубтарына қарағанда Армения клубтары Еврокубоктерде жоғары өнер көрсеткен негізінде. бірақ енді мен армениялық сарапшылармен сөйлескен кезде олар айтып жатыр, негізі біз Қазақстаннан жоғарырақ деңгей күттік дейді. Жаңағыдай, енді әрине құрамамыздың жеңіске жеткенін қаладық, соған тілекші болдық, бірақ біз Қазақстан бұдан жоғарырақ деңгейде шығар деп ойлағанбыз дейді. Сіз ойыңызша, мысалы, Қазақстан құрамасы өзінің әлеуетін көрсете алды ма осы ойындарда? Толғаш алды ма? Иә. Жоқ, кеше мысалы Венгриямен ойынды қарайықшы, Тоқтыбайлар шығып жатыр алаңға, советтер шығып жатыр. Неге? Өйткені ол алып барғаннан кейін дебюттік матчын өткізу керек та, бұл жолдастық кездесу. Иә, біздің FIFA рейтингінде рөліміз кішкене ойнау мүмкін, 1-2 саты. Ал бірақ ертең ресми матчтарға келген кезде бұның бәрі жаңағыдай практикадан өткен балалар, тексерілген балалар болады. Сондықтан да бұл нәтижеге емес, көбінде мынау қыстың қамын жаз ойла дегендей, күзде келетін ұлттар лигасының бір қаңқасын құру үшін жасалған іс-әрекет бұның барлығы. Кеше жас балалар шықты, Әмірді 1-ші минуттан шығарды деген сияқты бәрін тексеріп көріп жатыр. Ротация керек, қай кезде де ұлттық құрама үшін. Мен Талғат Байсуфинов қазір орнынан кетсін деген сыбыстар жүріп жатыр ғой енді халықтың тарапынан да. Жоқ, жүрсінші. Сырттан басқалар келіп көрді ғой осы уақытқа дейін. Кімді көрмедік біз? Кім келмеді Қазақстанға бас бапкер болып? Кім, қай жерде не өндірді? Магомед Адиевтің ғана соңғы жетістіктерін, соңғы жылдардағы кәдімгідей қаймақ сияқты бір іліп алатындай, бір ауыз толтырып айталықтай жетістігі бар. Бірақ одан бұрын келгендер бар, одан кейін келген бар, артынша келген бар. Еш нәрсе өнген жоқ қой. Осы бірінші біз футболымызды дамытпай ақ қояқшы. Қазақстан құрамасы деген кезде бірінші ұлттық рухымызды, тілімізді, бірлігімізді дамытып алсақ, соның ішінде қазір сырттан біреу келеді, ол жалпы Европадан келсін, оның қасындағы аудармашы келеді, ол орыс тілінде, ол ана үшінші адамға қазақша барады деген сияқты ортаға сатылатпай ақ қояқшы ешкімді. Кеше өзі Маруанович андай ғой, өзі әскерде болған, нағыз тәртіпті білетін адам, футболдан да қазіргі заманауи футболдан да хабар бар, және жігіттермен сөйлесе алады, сөзін өткізе алады да, және мынау алаң жиегінде отырып қазақша айғайлағанның өзі қандай күшті. Тебе бер, қорықпа деп, артқа түссіңдер деген сөздері. Біз қазір бір нәрсені тоқ етерін айта аламын мен. Бізге қазір футболдан бұрын ұлттық рухты, өзіміздің тілімізді дамытып алсақ, идеология ғой, ұлттық Қазақстан деген нәрсе, қазақ деген дүниені дамытып алсақ, ол үшін бізге Маруанұлы ауадай керек. Біз Маруанұлыдан басқа ешкім көріп тұрған жоқ, ұлттық құрамаға бапкер бола алатын. Өзбекстан не үшін шықты? Бір ғана Сергеев қалған бәрі өзбектер бір тілде сөйлеседі барлығы. Бапкердің өзін өзбекше сөйлетіп жіберген. Ол осылай шығады ол деген. Бір-бірімен күліп әңгіме айтқан кезде атмосфера қалыптасады ол жерде. Сен ділің анау бұл ұлттық болмысың барлығы алаңда бір жерде тоғысқан кезде, ол сол кезде команда пайда болады. Әйтпесе бір командалар болды ғой, мысалы футболшылардың индивидуалды тұрғыда бәрі мықты, бірақ өзара байланыс жоқ та. Ойын жоқ. Киімханада да бөлініп жүреді 2-3 адамнан. Сондай болмас үшін Маруанұлы жүре берсінші, мен соны қолдаймын сол кісіні. Ол кісіні мен жеке танымаймын да негізінде, былай екеуміз араласпаймыз да. Бірақ маған сол кісі ұнайды, білмеймін неге екенін. Қазір енді қалай ойлайсыз, мысалға, құрамадағы жігіттердің қарым-қатынасы қаншалықты жақсы? Қазір күшті. Қазір аға іні болып алған анау кәдімгідей деген. Біраз қазақиланған сияқты, Әлбетте. барлығы бір-бірімен. Иә, Әліп пен Дастан Сатпаевтың жаңағы видеосы шықты ғой. Иә. Әсіресе Сосын бір-біріне. Ғалымжан Кенжебектікі де бар. Бұрын Асхат Тағыбергенмен Рамазан Оразовтікі бар еді. Мына шашын қараңдаршы, ауылда қара қыздар сияқты деп мысалы. Бір-біріне жаңа әзілдесе алады, күшті ғой ол нәрсе деген. Және мен ұлтшыл емеспін, бірақ мынау қазақ балаларының көптеп шығып жатқанына қатты қуанамын осы жерде. Сосын біздің таланттарымыздың көбісі 17 жасар балалар да қазір. Кеше Ақтөбеден Латурнус шығып жатыр, Әмір шықты, Абраевтар шығып жатыр ғой, мысалы ең мықты венгерлер шығып жатыр ғой, былай айтқанда Қазақстандағы. Ертең осылар 2030-дағы әлем чемпионатын күтпей ақ 2028-де Евроға барып жатсақ та бар ғой, мен таңғалмаймын мен. Осындай балаларды ойнатайықшы қазір. Бізге қазір бапкер қала берсін, бізге сырттан бапкер керек емес, өзіміздің таланттарды бір-бірімен жаңағыдай арасында химия жүргізіп жіберсе, соның өзі жеміс болып тұр. Бірақ енді сол жастарды шығарғаны кейбір сарапшылардың көңілінен шыққан жоқ. Мысалға, Болат Есмағамбетовпен сөйлескен кезде де мен сол кісі айтты. Мадина, енді қазір жастар бар, бірақ жастар өздерінің жас деңгейінде ойнау керек. Олар тәжірибені сол жақта жинау керек. Мысалы, Беларусьтан Қазақстан құрамасы ұтылып қалды.
неге, егер сол Абраевтар Әмірлер сол жақта ойнаған кезде бәлкім нәтиже басқаша болар еді. Ал ол ойыншыларды мысалға былайша айтқанда әлі жетілмеген, шыңдалмаған ойыншыны әкеліп үлкен ересектер сапына қосып жібергені оны психологиялық тұрғыда сындыруы мүмкін деп айтты. Иә, дайын болмауы мүмкін. Жастар құрамасында ойнап жүріп кейін ұлттық құрамаға мүлдем ілінбей қалғандар да бар да. Кейде мысалы ол Ондайларға көп қой, иә, иә. Қазір енді былай қарасаң, негізі әлеуметтік желіде де айтып, талқылап жатады ғой. Мына жігітті алыңдар деп көзге түсіп, әдемі голдармен. Оларды негізі енді ұлттық құрамадағы бапкерлер болсын, барлығы елеп ескеріп шақырып жатыр деп ойлаймын. Соның нәтижесі Әмір, Абраев, иә, тағысын тағы. Бірақ кей тұрғыда ойланып қарайсың, расында бәлкім өз жастағылармен кішкене тәжірибе алмасып алу керек пе еді деп. Не дегенмен енді үлкендердің арасында бөлек қой алайда футбол. ұлттық құрамаға ойнаған футболшыларға жастар құрамасындағы есік жабылып қалмайды да, ол кез келген уақытта ашық. Былтыр Сәтпаев та бір ойынға шығарды ғой, жаңағы жастар құрамасының 21 Иә. жасқа дейінгі практикаға үшін және бір жағынан демалыс беру үшін деген сияқты. Оларға кез келген уақытта жол ашылады. Енді Болат ағаның айтқаны дұрыс шығар, өйткені маман ғой, ол өзі бапкер деген сияқты, ол біледі да ол кісі барлығын. Бірақ сонда да мынау қазіргі балалардың мынау санасына сіңіре берсе ұлттық құраманың атмосферасын, ұлттық құраманың не екенін, намыстың, жауапкершіліктің не екенін, өйткені анау Әліп сияқты, ішіндегі Малый сияқты, Қуат сияқты футболшылардың қасында жүріп тәлім алу бір бөлек, негізі қасында жүріп бар ғой, ойынына сырттан бақылағаннан гөрі. Мен Талғат Марманов осы жағын да ойлады деп ойлаймын. Қазірден бастап бойларын үйрете берсе ұлттық құрамаға, ертең осылар 20 жасында, арада 3 жыл өткеннен кейін ертең белгілі бір деңгейдегі үлкен футболшылар болып шыға келеді. Өйткені оларды шақыруға негіз бар. Қазақстан премьер лигасында үздіктер кімдер қазір? Абраев, Әмірлер. Жалпы біз өзіміз шулатып алғанбыз, осы аттарын дүркіретіп шығарып қоймай айтамыз. Енді не дегенмен жас қой, былайша алып қарасаң 17-18 жастағы балалар аты аталып жатыр барлық жақта. Не дегенмен енді бір жұлдыздық ауруға бәлкім енді ауру демей ақ қояйын. Енді жұлдыздық сезімдер пайда болады ғой адам ішінде. Соған да бірақ лайықты ойнау керек те. Бізде бір жақсы мектеп қалыптасу керек сияқты осы жерде негізі. Иә. Ертең осы жолдас кездесу ғой, енді бұл қалай болғанда да. Енді ертең ресми матч болған кезде бәрі шулап кететін еді. Оны түсінемін Иә, мен. енді жолдастық кездесу болғаннан кейін ешкім шуламады Иә, ғой, ешкім қатты қазір ойланғандықтан. оны бапкер де өзі қарап отыр деп ойлаймын. Осы жерде бір тексеріп алады, кім психологиялық тұрғыдан жақсы, сол ұлттық құраманың сапында қала береді деген сияқты. Қалғаны жаңағы ол есік ашық әрқашанда. U19-да ойнаса да ол балалар жасы келіп тұр. U21-де де ойнаса да жасы келіп тұр. Сондықтан кез келген уақытта барып жаңағыдай соларды ойнауға мүмкіндігі бар олардың. Ал қазір ұлттық құраманың сапына бір шақыртылғаны мүмкін осы 2026-ны бір әдемі бастайық, жастар бір көрінсін деген ниетпен шығар деп ойлаймын. Және ротация жағынан да біз бір практика жасап көрейік деген ой шығар Марманұлының. Бүгін Әйтпесе алмас. ұлттар лигасында бұл деген бір қатты тура осы құраммен шығады деп айта алмаймын мен. Ол кезде ресми матчтар, ол кезде басқаша қарайды ойындарға. Ол кезде Айымбетовтер қайтадан оралуы мүмкін, мен сөйтіп ойлаймын мен. Ал жастар шыққан алаңға, сол Әмір болсын, Абраев болсын, олар құраманың деңгейіне қаншалықты лайықты өнер көрсетті, өзіне жүктелген міндетті қаншалықты атқара алды деп ойлайсыз? Әмір өзінің бірінші матчында ассист беріп жақсы көзге түсті негізі ойын жағынан да. Сосын екінші матчта бір түсінбегенім кімдер, Абраевтар сәл кешірек шықты да, 87-ші ма 88-ші минуттар ма, сол сәл түсінбей қалдым. Мен былай ойлағанмын негізінде бірінші таймнан кейін Самородов пен Кенжебек екеуін де алып тастаса. Өйткені екеуінде де сары қағаз болды ғой. Венгриямен ойында. Өйткені ойын эмоционалды отыр, төбелесіп отыр бір-бірімен барлығы. Ол кезде сары қағаз сәл қауіптірек. Жарайды, Дастан таласпайтын шығар қатты бірақ ана екеуі венгер болып жүргеннен кейін олар қорғансыз қайту керек қой. Сосын мен ойладым, Ғалымжан Кенжебекті алып тастап Әмірді шығарса, Дастанды оңға қарай жіберсе, ортаға Мағжан Тоқтыбай екінші таймның басынан бастап шығатын шығар деп. Жоқ, бәрі басқаша болды. Оның үстіне Самородов қызыл қағаз алып кетті. Мен сәл түсінбедім осы жерде. Жалпы Венгриямен ойында кездесу көп тактикалық шешімдер түсініксіз болды ғой көбінде. Бұл жалпы ойыншылардың әлсіздігі дейміз бе, әлде бапкерлік құрамының қателіктерінен болған дүние ме? Мен бірінші таймға өте риза болдым мен. Бірінші таймда ойын болды. Енді есеп ашты өзіміздің екінші тайм жоқ, есеп ашқаннан бөлек шабуылға қарымта шабуылмен жауап беру деген негіз бар ғой. Біздің құрамада кездесе бермейтін көбінде. Бұл жерде Дастанның өзінде екі мүмкіндік болды. Бірінші таймның өзінде қатты ұнады маған, мүмкіндіктер де болды. Бірақ екінші таймда сәл осы қызыл қағаз әсер етіп кетті. Және қызыл қағаздың алдында да бар ғой, бір Сергей Малый ма тым эмоцияға беріліп кетті. 2-3 рет жаңа текетірес болды, Сабаслаймен деген сияқты. Осы жағынан ғана біз
сәл бір қателік жіберіп қойған болса осы тактикалық тұрғыдан, әйтпесе ойын тұрғысынан қатты ұнады маған Венгрияға қарсы матч. Егер Самаров алаңнан кетпегенде біз есеп теңестіріп кетер ме едік деп ойлаймын. Осы жерде әлеуметтік желіде жазды ғой енді көп, Кенжебек доп қызғанды деп, доп бермеді деп. Жалпы сондайды қою керек деп, неге Ол бермейді бір-біріне деген сияқты. дәндігі болды ғана сол қапталдан ойысып ортаға келіп гол соғып жүрді ғой талай рет. Кешегі Лихтенштейн қақпасына солай гол соқты, Бельгияға бірнеше соққы бағыттаған қақпа бағанасына тиетін кезде, сосын Македонияға соққылары болды сондай, және кешегі FIFA сериясында да сондай голдар соқты ғой. Ол үйреніп алды ондайға. Бірақ Венгрияның қорғанысы сәл мықтырақ та енді олармен салыстырған кезде. Вилли Орбан деген кәдімгі Бундеслигада ойнап жүрген қорғаушылар ғой аналар деген. Сондықтан мен ештеңе айта алмаймын оған. Қазір мүмкін біз қашанғы қорқып бас береміз, теуіп көрсін да, қызғансын, жүрсін, қазақтың балалары ойнасын, индивидуалды тұрған 4-5 адамнан өтсін, өте алмаса да бір өтуге тырысып талпынып көрсе де бар ғой, мен ризамын. Біз осындай қорықпайтын футбол ойнайтын болсақ, бұрын білесіз ба, бәрі біледі ғой сізді. Топтан құтылу еді ғой бірінші мақсат негізінде. Келгенде бірден пас бере сал, доптан құтылу болатын. Бір бапкердің айтқан есімде не болды деп едім, доптан қашты бәрі деді. Дарабаевтан басқа ешкім ойнамай қойды деп айтқан. Әлі есімде қай матч екенін айтпай ақ қояйын, доптан қашты бәрі деп. Біз сол кезде бір болмайтын бір команда ұтылып қалғанбыз. Бертінде осы 2019 ба, 21 ма даже бертін келе. Сол кезде доптан қашатындар көп еді ғой. Жоқ. Ғалым допты бермесе бермей кетсін, бірақ алдасыншы. Жүрек керек негізі осындай ойынға. Батыл ойын ұнайтын маған. Білгенін істесін, осындай жолдас кездесулерде көрсетсін өз-өздерін. Қашанғы сынай береміз, ана пас бермей қойды деп. Пас беріп келдік қой, қайын пастан дым шыққан жоқ қой. Пас беруден процент бір рет болсын алған жоқпыз ғой ешқандай матчта. Дұрыс ойнасын осылай. Мен қолдаймын. Өздеріне тәжірибе жинап көрсін. Әрине, бір европалық стильде көрсін да, индивидуалды тұрғыдан 2-өн өтсін, 3-өн өтсін, 4-шіден өте алмаса жарайды, ештеңе етпейді. Үстіп болып кетеді. Жаңа эмоция деп жатсыз ғой. Енді шынымен мына Венгрияға қарсы ойында мен пікірлерді де оқыдым, жалпы өзіміздің ойында бақылағанда жігіттер тым беріліп кеткен сияқты, жаңағыдай сындыру деген сияқты бір мақсат болды деп пікірлер жазылып жатты да. Енді бұл жолдастық кездесу ғой, енді Венгрия біз сияқты құраманы мүлде шақырмайтын шығар деген сияқты айтып жатыр. Бұл жерде бас бапкер жігіттердің өзіне басу айтудың орнына ол кісі өзі де тым ашуға беріліп кетті деп жатыр. Енді бұл қаншалықты дұрыс деген сияқты ғой жолдастық кездесуде. Жоқ, дұрыс негізінде. Біз қашан бүйтіп бұғып жүре береміз. Мен де кеше көріп отырмын да қайта орнымнан тұрып кеттім ғана Самарды ерегісіп жатқан кезде. Аналарда да сәл болды енді, сәл менсінбеушілік, мысалы бізге келіп тұр бір жағынан сәл өздерінің төмен команда дегендей. Біздің бапкермен бірге енді кеше рухты оятып жіберді осы матч біраз. Бірінші гол соғуымыздың өзі тіптен оларды кәдімгі есеңгіретіп жіберді негізі. Тапырақтап кетті. Не істерін білмей қалды Венгрия. Стандарттан көтере береді, білмей қалды не істейтінін. Өйткені әліпте андай көзқараспен қарап жүр, құлағына бірдеңе сыбырлап жүр, оны да көріп отырмын ғой, алыстан қарап отырып. Кеше біздің ұлттық құрамада да намыс бар екен, жігер бар екен, жасып қалмайтын осы бір матчта жоқ, ондай керек. Осындай жолдастық матчтарда бір эмоция, осындай нәрсені өткізіп алсыншы. Ертең ресми матчтарда болқау дисквалификацияға ұшырап, ол қиын да ол мәселе. Марваничті 4 матчқа қатыстырмай қойса, ертең ұлттар лигасында болды ғой, шаруа деген тынады ғой. Немесе бір футболистті қатыстырмай қойса, жоқ, ол жағынан ештеңе айта алмаймыз. Қазақстанға дұрыс емес, құрметтеу керек еді, сыйлау керек, жоқ, сыйласып отыр ғой, онсыз да нормально, бәрі жақсы. Негізі бастапқыда Венгрия негізгі құрамын шығармайды деген сыбыстарды айтылып жатты. Өйткені Венгрияға бұл аса қызықты матч емес деген сияқты. Енді Венгрияның деңгейі Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда жоғары ғой. Бірақ кәдімгідей жұлдызды футболшыларын шығарды. Керкес ғана шықпады. Ливерпульдің қорғаушысы, әйтпесе бәрі шықты ғой. Шығатындай ақ бар. Әлем чемпионатына ұшып кетті ғой. Соңғы секундтарда Ирландияға гол жіберді, солтүстік Ирландияға. Не істейді олар басқа футбол ойнамағанда? Жұмысы жоқ, чемпионат бітті бүкіл жерде. Венгрия негізі ойладым, мүлдем толық құрамда шығатын шығар деп та, бұдан да. Жоқ, жарақат алып қалған футболшылары бар екен. Венгрия мықты ғой, әйтпесе Ирландияға жол беріп қойған қателігі өздерінен. Негізі сол матчты қарағанмен Ирландиямен сәл менсінбеушілік болды сол командада. Ұта саламыз ғой, өте саламыз ғой деген не тұрды да, өйткені андай сызып жанып тұр негізгі құрамдары. Ертең кеше Қазақстан құрамасына қарсы ойында да олар жанкүйерлердің алдында бір ұпай жинап алу үшін, сол олқылықтың орнын толтырып бір жағынан кешірім сұрап алу үшін шықты негізінде. Бірақ Самаров алаңнан кетпегенде сәл басқаша болатын еді деп ойлаймын өз басым. Есеп теңестіруге болатын еді. Жалпы енді осы матчтағы 3-1 есебі біздің ойыншылардың ойын барысын толық көрсете алды деп ойлайсыз ба? Қаншалықты әділетті есеп болды? Пікірлер жазылды, себебі судья, төрешілер туралы. Сіз ол пікірлерге қосылдыңыз ба? Қосыламын. Сосын сіздер, менде бір видеосы бар еді,
самородтың құлаған жерінде аяқ тимеген ғой. Өйткені ана біліп тұр да сары қағазы бар екенін. Бұл жерде бәрі эмоцияға беріліп кеткен, алаңнан құрту ғой бірінші мақсат, гол соғудан бұрын. Мүлдем аяғы тимеген, секіріп кеткен ғой. Сонда анау бүйтіп қарап отырсам болмайды ғой негізі өйтіп. Ана төреші бар ғой, жолдас кездесу деген миында жоқ ана төрешінің. Ең бастысы протоколды әдемі алып шықса матчтан кейін, және келесі матчтарға мүмкіндік берілсе, болды, сауатты алып шығу ойынды. Негізі ойнату керек еді, екі команда ойнатпады. Таза ойын болу керек еді негізі Болатынға да болмайтынға да ысқырық шала берді. Бір таймның өзінде 4 сары қағаз еді, сондай болмайды ғой негізінде. Мен тредстан оқыдым бір пікірлерде, жаңағыдай біздің футболшыларға еуропалықтардан үйренетін тұс көп екен. Ең бастысы актерлікті қосу керек, себебі құлап жатса да өздері тұрып кете береді деп. Менде бір клуб бар, атын айтпай ақ қояйын. Фанаттар ренжиді қазір. Солардың жаттығуларын көрдім да. Арнайы 15 минут уақыт береді. Қазақстан премьер-лигасын айтып тұрсыз ғой. Жоқ, әлемдік. Европада бір клуб бар. Жаттығу мысалы 1,5 сағат болатын болса, ең соңғы 15 минут актерлік шеберлік деген сабаққа бөлінеді екен да, оларда қалай құлау керек екенін, артынан жаңағыдай футболкасын тартқан кезде немесе шалған кезде қалай құлау керек, соның бәрін көрдім да мен. Сөйтсем арнайы сабақ бар екен оларда, актерлік деген, симуляция жасау деген. Бірақ симуляция жасаудың өзі бір өнер. Өйткені тарихта симуляцияның арқасында қаншама пенальти алған құрамалар бар деген сияқты командалар бар. Сол сияқты бізге де сәл қосу керек негізі осы жағынан. Қазақстан премьер-лигасы андай ғой, білесіз ғой, бір құласа жата береді ғой мысалы да. Түр жасап уақыттың бәрі сонымен өтеді ғой. Жоқ, бізге әдемі құлап орнынан тұрып кету керек қой, әдемі болып. Ондай болмайды, уақыт созып жата беруге, бірақ актерлік шеберлік керек бізде. Әдемі құлау, оған төрешіні де жанкүйерді де сендіре білу керек оған. Давид Луиздің бір құлап жатып бір күлген фотосы бар еді ғой, видеосы тарап жүреді, бір көзін ашып қойып жанкүйерлерге. Төрешін сендіре алып, бәрін сендіре алып, тек өзінің жанкүйерлері ғана көрді, өтірік істеп жатқан болды. Қазақстан премьер-лигасына келсек, жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, біздің жастарымыз жақсы өнер көрсетіп жатыр деп. Соның ішінде жаңа Латурнус бар, Абраев мысалға қазір өте жақсы өнер көрсетіп жатыр. Дастан Сәтбаевты белгілі деңгей, Әмір бар Жасұлан. Ол жігіттер қазіргі қарқынға, қазіргі бәсекелестікке төтеп беріп, премьер-лигада негізгі ойыншыларға айнала ала ма? Егер жаңа сіздер айтып отқан жұлдыз ауруына шалдығып кетпесе, күндізіне инстаграмда отырмайтын болса, бәрі мүмкін. Адам өзіне байланысты. Мен бір риза болатын, Дастан Сәтбаев өзі мынау футбол үшін жаратылған адам екенін дәлелдеді. Ешқандай біреу мақтаса тасып кетпейтін, жамандаса жасып кетпейтін, бәрін көрсетіп отырды. Өзін салмақты ұстай алады, кәдімгі еуропалық менталитетке жаралған бір бала сияқты. Сондай болса, ол болады. Ал егер сен барып күндіздің комментарийлерді оқып отыратын болсаң, өткенде Рафаэль Оразбақтың айтты ғой. Анарбеков туралы. Ол инстаграмда көп уақыт өткізетін сияқты деп. Бәлкім ол эмоциямен де айтылған шығар. Эмоциямен айтылған, Анарбек мүлдем кірмеуі де мүмкін, инстаграмға. Мүмкін ғой. Сол сияқты бұл жерде түптінде айтылып отырған нәрсе, инстаграмдегі келтіріп отқаны ол жаңағыдай халықтың мақтағаны семіріп кетті деген нәрсе ғой, оның барлығы. Сол айтып отқан бізде сөз ғой. Батырды бәрекелді өлтіреді деген рас қой, негізінде бар ғой. Біздің мықтылардың бәрін бәрекелді өлтірді осы уақытқа дейін. Қаншама ұлттық құрамада футболшылары болды осы уақытқа дейін. Бәрі сол мақтағаннан кейін бізде мақтамен ақ бауыздай салады адамды деген. Бізде керісінше адамды өшіргің келсе мақтау деген сол болып тұр ғой. Соған төтеп беру енді өздеріне байланысты. Олимпиада чемпиондары финалға шығып тұрған кезде чемпион қылып жібереміз да, ол күміс алып қалады деген сияқты ғой. Мысалы өзіміз оны жерге құлатамыз. Сол өзіміз көтеріп алып өзіміз құлатамыз ғой. Біз ана өмір жылатады, өмір құлатады дейді. Біз өзіміз құлатып өзіміз жылатамыз ғой негізінде. Біз одан жаманбыз ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ертең біздің осы футболшыларға КПЛ-ді көптей жүріп қажет емес. Сәл 1-2 жыл ойнадың ба, 18-19 жасыңда барып келші, Польша чемпионатына, Белоруссия чемпионатына барып келіңдерші. Мысалы шетелге шығып сәл көріп та, қолдан келсе оралмаңдар бері қарай. Сол жақта тәжірибе жинап, қазір өздерінің ұлттық құрамасы мықты футболшыларды қарасаңыздар, бәрі шетелде де өнер көрсетеді, практика жөнінде. Ол менталитетті сіңіреді, тактиканы сіңіреді, жаңағыдай навыктар дейміз, неше тәжірибе жинайды деген сияқты. Енді көрші өзбек ағайындар да үлгі болып отыр ғой, былайша айтқанда. Бір ғана Құсайыновтың өзі қазір қалай Америкаға барған өзінде қалай күтіп алып. Құсановтан бөлек оларда Иран чемпионатында өнер көрсеткен мықты Әл Истикляль деген командалар бар ғой, жақта да Истикляль деген мықты жаңағы командаларда өнер көрсетеді. Кеше мен көрдім, тағы да Ираннан бөлек Азияның Корея чемпионатында өнер көрсететін
жаңағы Мгм. футболшылар бар. Жан-жақтан тәжірибе жинап алып келсе, ол жақсы да. Ал бізде ертең 10 жыл бойы КПЛ-да өзінің клубынан ауыспай ойнай беретін бала бір қатты өседі деп ойламаймын. Иә, индивидуалды тұрғыда сәл өсуі мүмкін, бірақ менталитет, психология жағынан мен дамиды деп ойламаймын мен ол баланың. яғни бір клубқа жармасып алудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Қазақстанның ішінде де клубтан клубқа жармасып жүргеннен гөрі сыртқа бір шығып келген жақсы. Негізінде әліптердің деңгейі көрініп тұрады ғой, байқайсыздар ма, басқаларға қарағанда өз-өзін ұстау жағынан да. Қарапайым Ресейде ойнап жүргеннің өзінде мен Зайнутдиновтың Бешикташта ойнап жүргенде қатты қуанатын едім, бірақ енді жарақат ойнатпай қойды ғой. Мен сондайды қалаймын мен. Кімнің екі футболшысы, мысалы Абасбек Файзуллаев пен Шамуротов екеуі Башакшехирде Түркияның суперлигасының ең үздік сұрмергені болды да. Ол деген қандай күшті. Мысалы екі бауырлас екі жігіт бір командада ойнап жүр. Біздікілер де сөйтіп ойнаса екен, Түркия чемпионатында барып, Беларусь чемпионатына, Армения чемпионатына барып ойнаса да бар ғой. Иә, ақша жағынан сәл төмендеу болуы мүмкін, бірақ сәл болса Европаға жақындар жағында. Енді ана КПЛ-дағы үздіктерді айтпасақ болмайтын шығар. Әсіресе Ордабасы командасы. Жалпы ол команданың ойын қарқынын өзіңіз бақылап қарап Иә, жүрген шығарсыз. Енді көштің басында тұр ғой. Команда осы қарқынын маусым соңына дейін сақтап қала ма? сақтап, осы жалғыз сақтап қалады, Ордабасы сияқты болып көрінеді осы маусымда. Өйткені Қайрат жаймен ыдырап жатыр. Кешегі Рафаэль Оразбақтың екі ойын қатарынан баспасөз мәслихатын көрсеңіздер, ойыннан кейін біріншісінде бүйтті, Қайсар ойнамай қойды дейді. Қайсармен тең түсіп қалды ғой енді өзінің алаңында. Бұндай командамен қалай ойнауға болады енді деп, қарсыз команданың ойынын сынау деген ол бапкерлік этикаға жатпайды негізінде, ол дұрыс емес. Өзінің футболшыларынан көру керек. Ал сосын келесісінде өзінің футболшыларын сәл сынап отырды. Сол жағынан сәл мен ойладым, ішінде ауызбіршілік кеткен екен ғой, не болды екен бұл командаға деп. Өйткені трансферлік жерде де андай вау болып отқан жоқ та Қайрат деген. Ал Ордабасының әр ойыны қазір от болып жатыр атмосфера жағынан. Ойын тұрғысынан білмеймін, енді жетістікке жетіп жатыр, жанкүйерлердің арқасы деп ойлаймын оның барлығы да. Бірақ енді қазір қазақ футболын осылай өркендетуге, дамытуға болады екен ғой дегеннің бірден бір мысалы Ордабасы болып тұр қазір. Бәрібір премьер лиганың деңгейі бөлек та. Бөлек қой, Жоғарғы лига болғаннан кейін негізі соның бәрін QG лигаға емес, осы премьер лига алып келу керек та. Соның барлығын, әр команданың ойыны осындай болса қандай күшті бізде. Біздегі бірінші лигаларда жалпы жақсы, негізі матчтар жақсы өтеді. Сіз бірінші лиганы көресіз ба? Кәдімгідей бірінші лиганы көресіз. Иә. Мен көрмейді екенмін. Шахтер мен Тараздың ойынын ба, сосын Арыс пен Жайықтың ойындарын көрдім бірінші лигада. Біздің премьер лиганы дамытып алайықшы, сосын бірінші лигаға өтеріміз Қарқыны жақсы деген ма? Ойыншылар кәдімгідей осы ойыншы, бірінші өйткені лигада нені алып көзге тастады ғой, түсіп. ол жақта легионер деген Легионер. Иә, тақырыпты легионер алып жоқ, тастады ғой өзіміздің ешқандай. жігіттер, иә. Ол жағынан жақсы болды. Осы шешім өте дұрыс болды негізінде. Мүмкіндік қой қаншама. Барлығы иә, өзі сол ауылдан шыққан жігіттер ойнап жүрген жерде өзінің командасына деген маған ұнайды осы деген. Сіз онда екінші лиганы да көретін шығарсыз, үшінші дивизионның ар жағындағы да. Көруге тырысамыз уақыт болған кезде. Кешеде нені көріп жатырмын ғой, біздегі әйелдер Қазақстан чемпионатыда күшті орын алып, былтырғымен салыстырғанда деңгей көтерілген ғой. Ұйымдастыру жағынан да біздің қыздардың андай голды тойлауының өзі әрқайсысының культовый не өзінің ерекшеліктері бар екен. Соны кеше байқап отырмын ғой, мен қарап отырып жақсы дедім мен. Бөлексің дедіңіз ба? Бөлек кәдімгідей біздің қыздарда күшті қалыптасып Қазір келе құраманың бас бапкері Бегайым Қырғызбаева ғой, енді кезде өзінде Иә. кәдімгі үздік футболшылардың бірі болды, талай жыл бойы көшбасшылықты сақтап отырды. Қазір енді сол тәжірибесін қыздармен бөлісіп жатқан шығар. Иә, ол да бар әрине. Сол бір қуантатын тағы да қазір байқайсыздар ма, осы футболға деген қыздардың қызығушылығы едәуір артқан ғой. Бұрынғымен салыстырған кезде Рамазан Бағдатты жақсы біледі, мысал деп айтайық, Жаслан Әмірді жақсы біледі, Латурнусты жақсы біледі. Қазіргі қыздар футболға келген кезде жігіттерден қатты андай көзқарасы мықты да, тактикалық тұрғыдан талдай алады деген сияқты. Мен сол қуантады. Бұрын бірең-саран қыз болса таңғалатын еді, футбол көресің ба не деген сияқты. Жоқ, қазір стадионға жиналған нелерді қарасаңыздар, Ордабасының матчын қарап көріңіздер, қыздар көп келеді ғой деген. Ол деген бір жағынан біздің футболшы жігіттерге бар ғой, үлкен мотивация негізінде бұл деген. Бұрын мен осы Астанада мен сіздерге дейін Жеңістің Локомотив матчтарына бардым оқушы кезінде. Сақырлаған еркектер ғой, бәрі қыз жоқ болатын. Астана арена 2009-да ашылған кезде мен бірең-саран ғана қыз көріп қалатын. Үйті ол күйеуімен, семьясымен келіп отыратын мысалы да. Жоқ, қазір Сонда қыздар жігіттерге мотивация береді деп тұрсыз. қазір бүйтіп күліп айтқанмен бар ғой, ол шынында да солай негізінде. Мынау қыз бала қарап тұрсаңыз трибунада, ер жігіт как будто бір
командасын емес бір отанын қорғап отқандай сезінеді ғой өздерін негізінде. Ол бізде қалыптасқан қазақтың жігіттерінде. Мен сол қыздар футболынан бөлек мынау жанкүйерлер тарапынан да қыздардың дамығанына өзім қатты қуанамын, көп келетініне. Сосын Сізден комментарийлер қыздар тұрақты болатын шығар жанкүйер ретінде. ол әлбетте қыздардың тұрақтылығы екі бастан белгілі ғой. Сосын кейде осы футболға байланысты посттарын, комментарийлерін ашып қарасаңыздар, қыздар көп кездеседі деген. Осыны көре беруге болады. Біздің Қазақстанның футболы болашағы жарқын екенін бұйыртса. Бірақ Қазақстан премьер лигасындағы енді қазір көпшіліктің көңілінен шықпай жатқан бір үмітті ақтай алмай жатқан бірден бір клуб болса, ол Тобыл шығар. Енді бұған дейін талай жыл үздіктермен тайталасып көшбасшылықтан үмітті болып жүретін команда қазір төменнен санағанда екінші болып тұр. Командада трансферлік жүйе жоқ деген осыдан шығады да негізінде. Сен бір футболшыны жібердің ба, қалғандарын ұстап қал. Бір жыл сайын жіберіп отыр, орнын толтырып отыр. Орнын толтырғаннан бір ойыншы ойнай алмай қалса, сен маусым жартысында екіншісін ала аласың деген сияқты да, қатты бір жоғалтпайсың. Ал мына жерде алтыда Сигневич, Чесноков, Эльмис Ауди тағы 2-3 футболшы бар, бәрін бірден жібере салды да, орнына 6-7 футболшыны алып жинап ала салды. Сосын мен бір футболшымен сөйлестім, Тобылдағы. Негізі ойын былтырғы дейді, жүріп тұр бәрі дейді. Осы аналар жарты моменттен салатын моментін олар сала алмайды дейді. Сол ғана проблема деп. Жүзеге асыратын адам. Иә, соңғы түйін дейтін жаңа гол соғатын адам жоқ дейді. Сол ғана мәселе, айырмашылық дейді. Эльмис Ауди дегендер сұмдық мықты еді ғой, Сигневич, Чесноков дегендер. Просто солардың салған голдарын, қазір моменттерін пайдалана алмай жүр. Жаңадан келгенде дейді. Көрдіңіз ба, 6 футболшы келеді да, ол қалай ойнатады ол? 6-ауын жібергеннен кейін орнына 6-ау келеді да, олай ауыспайды. Максимум сен 2 ойыншыны жібересің. Соның орнына 2 ойыншы алып көресің. Егер олар жарты жылдың ішінде ойнай алмаса, немесе 2-3 айдың өзінде белгілі болады негізінде. Біреу жалға аласың, немесе бұларды жіберіп орнына басқа біреуді аласың деген сияқты бір трансферлік жүйе болу керек қой. Жүйе жоқ болып тұр ғой. Жақсы ұсыныстар келген ақшаға, табыстар сатып жіберген. Ондайлар көп негізі. Чесноков Ордабасыға келеді деген қауесет шығып жатыр. Келмесінші вообще артына қарамай кетсінші, сол кеткен күйінде. Не істейді? Қазақстанға сен 35 жасында келемін десең де есік ашық. Қазақстаннан кез келген клуб қабылдайды оны, қазір келемін дейтін болса. Жүре берсін сол жақта. Хартс келесі жыл ойнатпаймын десе де басқа командаға ауыса салсын, сол чемпионаттағы бар ғой. Шотландияда. Жүре берсін. Шотландия болмаса да бері қарай жақында ойнасын. Латвия, Литва чемпионаттарында, Финляндия бар. Иә, енді мынау Каспий премьер лигаға қайта оралғанымен әзірге жоғары деңгейді көрсетіп жатқан жоқ қой. Бұл клубтың мәселесі неде деп ойлайсыз? Басты проблемасы. Каспийдің ба? Каспий жақсы, ұнайды маған Каспийдің. Ерлан Шойтымовтың ойыны бар ғой. Ұнайды маған керісінше. Нормально 3-4 очко алып жаңа жүре берсін. Сосын қазақ хоккейлер көбейіп отыр ғой қазір. Нұркен Мазбаев, Ерлан Шойтымов сияқты сынауға болмайды. Каспийден не күтесіз басқа? Ана жақтан келді ғой. Ойнай берсін. Олар өзінің алаңында ойнатқан жоқ қазір. Ақтауда стадион жоқ қой оларда. Қызылордада ойнап отыр ма Каспий? Ойнай берсін. Жақсы, Каспий ұнайды маған. Өйткені Астананы жеңіп кетті. Ұлытаумен күштен берді, просто соңғы секундтарда гол жіберіп алғаны болмаса, ұнайды маған Каспий. Ол жақта қазір Идрис Умаев ойнап жүр ғой деген. Жалпы еліміздің батыс өңірлеріндегі футболдың даму қарқыны қызық. Мысалға енді Ақтөбеден басқа бөле жар айтатын ешқандай клуб жоқ сияқты. Кезінде енді Каспийде бір ортаңқол командалардың бірі болды. Ақжайықта да солай білеміз, бірақ қазір премьер лигада жоқ. Жайық болып бірінші лигада ойнап жатыр. Ребрендинг болды, енді атауын өзгертті деген сияқты. Былай қарап тұрсаң, мұнайдың бәрі сол жақта, ақшаның бәрі сол жақта сияқты. Неге футболға көңіл бөлуге келген кезде ол жақтың кәсіпкерлері ме, әлде әкімдері ме екен, бір селсоқ қарайтын сияқты. Меценаттары. Жоқ, негізі бұл жерде бар мәселе мұндайдан емес, құдайдан сияқты өз талант бермеген екен бар. Ол жерден адамдар алып шығу қиын ғой өзі. Жарайды басқа жақтан жинарсың. Бірақ былай алып қараған кезде Атырау Қазақстандағы ең бай қала, және Атырау жанкүйерлері де күшті ғой негізінде қазір Түркістанда жүр ғой. Бірақ енді жергілікті таланттар атып шығып атпағаннан кейін тасып атқан жоқ қой. Негізі ол жақта да таланттар бәрі Тараз бен Шымкенттен шығып атыр да, мына жақта деген сөздің ашығы керек. Өйткені неге екенін айтпай ақ қойшы. Кеше Тараздың бір адамы айтады, мен істейтін жұмыс жоқ қой басқа, бәрі футбол айналыспағанда не істейді дейді. Ондай емес қой негізі, бірақ табиғи дарындар бір-біріне қарап өсіп жатыр ғой. Сосын батыстың клубын Жайықты Тұрсын Алагөз алады деген ақпарат көздері бар енді. Сондай болып кетсе жақсы болар еді. Мына жақта дерби болып жатса батыстың деген.
ал Бастайтын Каспий деген Ақтау, жалпы Маңғыстаудың даласы, Каспийдің жағасы бір мен үшін бір футболдың қаласы емес сияқты да. Өйткені ақтау адамдармен көбіне сөйлессем андай футболдан алыс та көбісі. Әлемдік футболдан да алыс негізінде. Көптеген кісілерді танимын ғой. Жақсы араласамын Ақтаудың адамдарымен. Соған қарағанда ойлаймын бір өзі Ақтау деген андай бір Каспийдің ұшып кеткенде білінбей қалады ғой. Кейде оралып жатқанда қатты бір білінбей қалады ғой. Содан ба деп те ойлаймын өзі. Қала футболдың қаласы емес та өйткені. Ақтөбе енді футболмен өмір сүреді ғой. Ақтөбе футболдың қаласы ғой бәрібір де. бірақ ақтөбенің де қазіргі жағдайы қиындау сияқты. Қиын емес, жағдай жап-жақсы. Футболистер ойнай алмай жүр. Жап-жақсы. Ең жағдайы жақсы. Ақтөбе шығар осы Қазақстандағы қазір футбол жағынан просто ішінде дұрыс футболшылар жоқ негізінде. Шабуылшы анау, Шарлы Қорғаушы анау аттарын айтпай ақ қояйын. Бірақ жанкүйерлер де қазір не болған ғой уже, келмейтін болған ғой. Бірең сараң орындары бос екен Көңіл қалды өткенде. деген. Көңіл қалып жатыр. Керісінше қазір инвестор келді ма, максимум пайдалану керек қой осыны. Наниді 20 минутқа шығарып не істейсің? Наниді басқа нәрсеге де қолдансаңдар, киноға түсіріңдер деген Нани сияқты да. демалып жүрген сияқты ғой Сол біраз. ғой, сол. Наниді басқа Өзбекстанға нәрселерге барып. пайдалануға болады ғой негізі осындай. Келген Клуб. кезде ма? Оның Иә. атын пайдалану керек дейсіз ғой. Аты жөнін пайдалану керек. Оның ойыны керек емес қой бізге. Өзбектер жақсы пайдаланады. Аты жөнін Бір күн қыдыруға барған кезде. олар Наниді. пайдаланады. Біз соны пайдалана алмай жүрміз. Біз бір күн емес қанша күн қасымызда жүр ғой қатарынан. Жоқ, пайдалану керек оны. Мгм. Ал ойын тұрғысынан келетін болсақ, кеше Латурнусты амал жоқтан шығарды ғой. Шушыначевтың сәл сүреңсіз ойыны көңілді қалдырды. Нани 90 минут ойнап бере алмайды. Латурнус шықты да жарып берді екі матчты қатарынан. Өзінің кейін қара шалқалап гол соғып. Осындай таланттар жинау керек. Ақтөбені ойнату керек, оталдыру керек Ақтөбені деген. Өйткені білмеймін, жылдан жылға әлсіреп бара жатыр Ақтөбе. Жылдан жылға кетіп бара жатыр. Қиын ғой. Әйтпесе бұрын Ақтөбе қандай еді мысалы. Қазақстанда аншлаг жинайтын жалғыз ғана команда болса сол Ақтөбе. Ол стадион 12 мың болған үшін емес, қайрат 25 мың болғанда жинай алмай жүрген жоқ. Ол жерге 40 мың стадион салып берсең де сыймайды ол жерде. Таң сағат 4-тен бастап билетке очередьке тұратын. Ақтөбе Бөлек. бөлек еді ғой. Қазір білмеймін, тез қолға алу керек Ақтөбені. Енді әңгіменің әлқиссасын әлем чемпионатына бұрсақ, бүгін мундиаль басталады. Көптен күткен жалпы биылғы әлем чемпионаты сізіңше несімен ерекше болады? Енді 48 команда болады. Команда санатты. Ана ең күрделі есепте тіркелетін сияқты. Әлем чемпионаты тарихында ең күрделі есеп 8-0 ғой. Германия, Сауд Иә. Арабия арасындағы ойын ғой 2002 жылғы клоз 3 гол салатын. Мына жерде бар 11-0 сондай бір болады ғой, ақылға сыймайтын. Франция Гибралтар 14-0 болып еді ғой 2 жыл бұрын. Сол сияқты ертең мына жақта тіркелетін Хоккейдегі матчтар сияқты. тіркеледі дейсіз ғой. Тура сондай ойнатқан сияқты ертең. Кино ойнап. Кино болайын деп жатыр ғой. Мен кеше бүйтіп қарап отырдым. Деңгейлес команда жоқ та бір-бірімен ойнайтын. Бәрі біреу 100-ден төмен FIFA рейтингінде, біреу 10-нан жоғары деген сияқты. Қиын мынау деген. Біраз елге мүмкіндік берді былайша айтқанда бұл чемпионатта. Өйтіп мүмкіндік негізі. берілмей ақ қойсыншы. Европада өте беру керек пе? Олардың мүмкіндік берілсін деп енді кім көрінгенді кіргізе беруге болмайды ғой әлем чемпионатына. Бұл әлем чемпионаты болған екен, мықтылардың мықтысы іріктеліп шығу керек қой. Өмір бойы қатыспай кетсең де жолатпау керек ана кейбір командаларда. Болмайды ғой ол деген. Не? Иә, биыл ақш екінші рет. Бірдеңе дейін ба сіздерге? Келесі жыл 64 команда болады деп жатыр. Келесі әлем чемпионатында Қайдан сондай естідіңіз? сыбыстар бар. Қайдан Ол естідіңіз? алдында шығып жүрген негізі бұл сыбыстардың барлығы Көбейтеді 48-ден 64-ке көбейтеді дегенде болған. Сонда жер бетіндегі 3-тің бірі қатыса береді да Сол сонда. кезде бізге мүмкіндік болады шығар. Өйтіп бармай ақ қояйықшы, сөйтіп әлем чемпионатының дәмі де болмайды ғой, оның мәні де қалмайды Кішкене ғой. сезінеміз атмосферасын. Жоқ, құрысын. Сол Тарихқа есеп қалады деген сияқты. Армандап жүре бермеу керек қой енді. Бір мүмкіндік келген мен кезде ойлайтынмын қолданып ғой, осы біздің әмір дастандар ертең бізді осы әлем чемпионатына алып барады деп ойлайтынмын ғой. Ол кезде 64 команда болса, олардың еңбегі де көрінбей қалайын деп тұр ғой. Қатты бір көреміз ертең. Бірақ Бұны болмайды дейсіз ғой. ең андай қызықсыз әлем чемпионаты болатын сияқты. Иә, Топтық кезеңі минимум. Плей-оффтан бастап қана әлем чемпионатын көретін сияқтымыз. Мен ғана емес, бәрі сөйтіп ойлайтын шығар деп ойлаймын. иә, ақш екінші рет қабылдап жатыр екен, Мексика үшінші рет, Канада бірінші рет қабылдап жатыр биыл әлем чемпионатын. Мексика демекші, Мексика енді осы ең тәжірибелі құрамалардың бірі ғой, елдердің бірі. Осы үш елдің Топтық арасында. кезеңде ең көп ойнаған Мексика екен осы чемпионаттың тарихында, әлем чемпионатының тарихында. Бірақ сол жалпы құрамалардың ішінде әлем чемпионатында 104 матч өтеді. Соның 13-і ғана Мексикада өтеді екен. Соған мексикалық жанкүйерлер қатты ренжіп жатыр дейді. Өйткені ең үлкен стадион соларда, иә, мысалы Ацтеканың өзі қандай тарихи стадион. Неге енді түсінікті, ақш бұл мәселені шешкеннен кейін басымдықты өзіне алған, Иә. қызықты матчтарды өзіне алған түсінікті. Бірақ сөйте тұра
енді бүйтіп әділетсіз, тым әділетсіз бөлу дұрыс емес қой деген. енді қарапайым халық айта береді ғой, басшылық риза ғой, негізі 13 матчтың өзінде шүкір етіп отыр ғой. Жақсы, ертең солар бастайды отыр ғой Мексикада. Мексика мен ертең оңтүстік Африка құрамалары ойнайды ғой. Солар бастайын деп отыр ғой. Жоқ, Мексикада өткізуде сәл ыңғайсыздау шығар деп ойлаймын мен, қазіргі жағдайымен бар ғой. Ол жақта сәл кеше ақпарат беттерінде тарап жатты ғой, жаңағы қақтығыс соғыстар болып жатыр, сәл қиындау. Қылмыс деңгейі Оның қасында Канада әлдеқайда айналайын болып тұр ғой негізі, спорт тұрғысынан да, қауіпсіздік жағынан да. Сол 13 матчтың өзін аман есен өткізіп алса, сол жеміс болады деп ойлаймын мен Мексика үшін. Ал ақш енді белгілі өзінің стадиондарын бәрін жасады, инфраструктура қалыптастырды, соның бәрін максимум пайдалану керек. Бірақ қалай болғанда да плей-офф кезеңінен басталады нағыз әлем чемпионаты. Енді әлем чемпионаты десе бірінші бізге Лионель Месси мен Криштиану Роналду есімізге түсетін сөзсіз ғой. Иә. Сол кісілер ішінде жанкүйер болып бара жатқандар қаншама, иә. Жалпы әлемдегі миллиондаған халықты футболға тартқан кісілер ғой. 6-шы чемпионатына қатысқалы жатыр. Жалпы осы рекорд жақын арада қайталануы мүмкін деп ойлайсыз ба? Иә, Мбаппенің өзі 3-ші әлем чемпионатына барып отыр ғой. Бар болған нешеде қазір 27-де ма? 98 жыл. Иә, 98 жыл. 26-та болып тұр ғой сонда жасы. 28-де, иә. Жоқ, 28 болған жоқ, ол Жеті қарашада ғой Иә. туған күні. Енді келеді да, сонда 27 жасында. Және Мбаппе 12-ші голын сақ қойған ғой ана жақта соңғы рет Катарда. 12-ші гол. Өз бар болған 16 гол рекорд. Болды ғой ертең топтық кезең сен Гаитимен кіммен ойнайды олар? Салып тастайды ғой, болды ғой. Плей-офф кезеңінде де салып тастаса, ол біраз рекордты бұзайын деп тұр. Негізі ерте қимылдасаң бар ғой, біраз рекордты бұзып тастауға болады екен, соны түсіндім мен. Мен 22 жаста жаспын ғой деп жүре беруге болмайды екен негізінде. Иә. Ертерек қимылдаса, 18 жасында әлем чемпионы болды ғой. Иә, біздің түсінігімізде енді 18 жас, 20 жас деген тым әлі буыны қатпаған деп жатады ғой. Ал Еуропада ол көзқарас басқа. Иә, Ямаль 16 жасында қырды ғой біраз жерде. Европа чемпионы болып қайтты 17 жасында деген 2024 жылы. Соны ертерек қимылдаса негізі кез келген нәрсені алуға болады екен. Енді биыл бәрі айтып жатыр ғой, Португалия алу керек, Роналду алу керек деп. Сіз ше? Аумин деймін. Мен өмірімде футбол көргенімді айтайын ба сіздерге? 2004 жылы ең алғаш рет футбол көрдім өмірімде. Португалия мен Англия құрамасы кездесті ширек финалда. Мен ол кезде Фигу үшін көрдім деп айта аламын, бірақ Роналду танымайтынмын. Сол Роналду ойынын қалай көрдім алғаш рет 19 жасында екен ғой ол кезде. Содан бері мен ғашық болып Роналду қатысатын және Португалия қай чемпионатта, қай кезеңде ұшып кетті, кімнен гол жеген бәрін жаттап алған ғой мен Португалияның. Әнұранына дейін қазір қосылып айта аламын да, музыкасын жатқа білемін аналардың деген. Сосын Роналдудың алатын кезі келді. Өзі бір-ақ трофей ғой болды, қоржынында жетіспей тұрған. Тарихта ұлы футболшылардың қатарына ілігу үшін енді осы бір трофейді алса өте дұрыс болар еді негізінде. Оның бір жағынан Португалия қазір тарихында ең мықты Португалия осы ғой деймін. Білмеймін, бұдан кейін мықты бола ма, болмай ма, осыны пайдаланып қалу керек. Сіздер кімге жанкүйерсіздер өздеріңіз? Сізде Португалия ма? Мен білмеймін, жалпы жанкүйер емес шығармын, бірақ бұрын мен Бразилия құрамасының жанкүйері едім. Одан Осы кейін Бразилияға жанкүйерлер ұнайды маған. Испанияны енді Дель Боске жаттықтырған кезде білмеймін, маған ол кісінің стилі ұнайтын еді. Оның үстіне сол кездегі Испания құрамасы ұнайтын еді. Жаңағыдай Иньеста. Тики-таканың кезі ғой енді ол кездер. Иә, мен сол кезде Еуропа чемпионатында да, әлем чемпионатында да Испанияға жанкүйер болдым. Ең әдемі команда еді ғой Испания оның өзіне. Сол кезде мен сіздерге бір қызық айтайын, 2012 жылы Европа чемпионатын тағы да жеңді ғой. Сол кезде бір шабуылшы жоқ қой командада. Бір шабуылшы жоқ. Фернандо Торрес бар, бірақ ол жарақат соңына қарай шығады. Сонда 4 қорғаушы, 6 жартылай қорғаушымен ойындап шыққан ғой сонда. Италияны 4-0 жіберетін кезде. Сильва, Фабрегас, Бускес, Хаби Алонсо, Иньеста, Хави осы алтауы шыққан. Әйтпесе сол кездегі Италияның қорғанысы да қандай мықты. Сұмдық қой ана қорғанысты жарып өту, Келини, Барцали дегендердің бәрі жүр ғой, Бануччи дегендердің, олар жарып өту қиындау ғой. Оның үстіне шабуылшы жоқ. Мен андай футболдың тарихында әлі жақын арада болмайтын шығар андай сенімді команда. 2008 мен 2012 арасында гегемония құрған команда ғой. Сонда арасы бір 6-7 жыл болып тұр ғой да. Сұмдық анау деген. Биыл қалай болады деп ойлайсың? Биыл да үміт артып жатқандар бар Испанияға. Испания бар ғой, жарып шығатын команда негізінде. 2024-те де бар ғой, бәрі фаворит. Португалия деді, ойбай, Франция деді, Англия дегендер көп болды ғой. Испания жарып шығып кетті ғой мына жақтан деген. Испания негізінде бар ғой, мықты емес еді негізі құрамы деген. Бірақ Ойар Сабальдармен алып шықты ғой. Биыл да ойлаймын Испания
таңғалмаймын мен, ештеңеге таңғалмаймын қазір Испания алатын болса. Басқа құрама шығып кетсе таңғалуым мүмкін. Англия дегендер. Испанияға таңғалмаймын. Испанияда футбол бар. Әлемдегі ең мықты бапкерлер қазір Испанияда. Чемпиондар лигасында екі Испанияның мамандары кездесті бір-бірімен. жалпы мынау үш турнирде Еуропадағы үшеуінде де үздіктердің қатарында финалға шыққандар испан Испан бапкерлері. мамандары. Тек Райо Валлекано ғана ала алмай қалды. Иниго Гомес ала алмай қалды. Ана жақтан Унай Эмери алды. Және Луис Энрике де алды. Испания мықты. Испанияда футбол бар ғой Испанияда. Сеск Фабрегас кеше Коман алып шықты. Енді көршілес өзбек ағайындардың әлеуетін қалай бағалап отырсыз? Енді жолдастық кездесуді көрдіңіз ба? Көрдім. Негізі жақсы қарқында келе жатты енді. Әдемі. Бәрі Иә. жақсы. Өздері де біліп отыр ғой. Жаңағы Голландияға қарсы әдейі мықты құрамаларды таңдап алған. Ол жерде барын салып ойнамайды енді ешкім. Жарты күшпен ғана ғой. Бары кетсе бір 40-50% пайдаланып күштерінің. Сол ертең Колумбияға қарсы ойын ең қиын ойнап тұр. Португалиядан гөрі Колумбия қиын ғой. Луис Диас бар, Луис Суарес деген шабуылшы бар анда Спортингте ойнайтын. Кинтеро, Хамес, Родригес, білмеймін мен. Бір Луис Диастың өзі сұмдық болып тұр ғой қазір деңгейі деген. Солармен тең ойнап берсе деймін, бірақ тең ойнап беру қиын Колумбиямен. Бір мүмкіндігі бар. Аналардан көп гол жібермеу керек. Бір гол ғана айырмашылықтан ұтылатын болса, және Конгоны 3 гол айырмашылықтан ұтатын болса, онда топтан 3-ші орынға шығуға мүмкіндігі бар. +3 деген көрсеткішпен шығатын болса, +2 дей берейік. Топтан шықсын деп тілейміз енді. Шықса күшті болар еді, болатын еді, керемет болар еді. Осы уақытқа дейін Украина мен Ресейге жанкүйер болып келдік қой. Бізге сәл жақындау ғой деп. Мына жерде құрсын өзіміз көріп жүрген балалар жүр ғой. Ішінде біз түрік Ташкентке барған сайын біз қазір енді мен контент бастағаныма 2 жыл болды ма, біраз спортшымен араласамын ғой Өзбекстанда, өзбекше түсінбесем де. Соларға қарап ойлаймын да, мә қандай деймін да өмір деген. Енді бір жолдарыңыз дайындап қойған шығарсыз өзбек ағайындарына арнап. Мен Ташкентте боламын ертең әлем чемпионатының уақытында. Ташкентте өзім атмосферасын сезініп влог түсіремін. Таңертең футбольный барға барып, сол жанкүйерлермен бірге көреміз, өзбек ағайындармен бірге Өзбекстанның формасын киіп алып, мен сол жақта жүретін болдым мен. 4-5 күн. Ал жалпы қалай ойлайсыз, тағы қай құрама мысалға мынау бір жарқ ете қалуы мүмкін? Міндетті түрде жеңу шарт емес, бірақ жақсы ойын өрнегін көрсету. 2022-де Марокко жарды ғой. Сенсация қойды ғой. Жартылай финалға дейін барып, Испанияны ұшырып жіберді, Португалияны да ұшырып жіберді ғой жарты жолда. Соны мен кеше қарап отырмын да, Норвегия құрамасы бар ғой. Ширек финалға дейін шығатын болса, олар жартылай финалға шығу үшін барын салады. Норвегия қазір мықты. Шынымен мықты Норвегия құрамасы. Сосын Норвегиядан бөлек айтайын ба сіздерге, қай құрама қазір осы жерде бір шыға алуы мүмкін деген кеше бір құраманы қарап отырдым. Сосын Жапония құрамасының тобы қиын. Өте қиын тобы. Егер топтан шығып кететін болса, онда біраз жерге дейін баруға несі бар, қауқары жетеді олардың деген. Жапония мықты ғой негізінде. Бірақ ана Митомалар қатыспайды екен да, тек сол ғана не болып тұр. Өйткені сарапшылардың пікірін тыңдап отырсам айтады, жалпы Жапония әлем енді бұрын мысалға Азия футболының деңгейі белгілі болды ғой. Жапония, Корея сияқты елдер әлем чемпионатына қатысып жүргенмен, олар бір белгілі бір деңгейде ширек финалдан өтеді деген сияқты ешқандай болған жоқ дейді көзқарас. Ал қазір егер әлем чемпионы атану мүмкін құрама деп айтатын болса, Азияның ішінде дәл осы Жапонияның әлеуеті өте жақсы деп. Футбол ойнауды үйреніп алдым. Қазір әлемде бүкіл команда футболды біліп алды, қалай ойнау керек екенін. Қазір біреуді тізіне сызықтай саламыз, өйткені ол жақта технология дамыды, футболда дамып жатыр. Жалпы Жапонияның қауқары жетеді екен, көп нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндігі бар екен. Өйткені Жапонияда өзі 2002 жылғы әлем чемпионаты өткен ғой, өзі Корея мен Жапонияда өтті ғой, екеуінде. Сол кезде де кәрістер мысалы жартылай финалға дейін барды Гускидингпен. Болады негізі бүкіл нәрсені жасауға. Жапония мықты оның үстіне. Сол кезде ғой анау Инамото, Якото сияқты футболшы. Сіз қайдан білесіз олар? Мәссаған. Күшті бар ғой, мен ойлайтын оларды аттарында ұмытып қалған жер уже халық деп. Наката дегендер болды ғой сол кезде. Кесуге Хондалар болған жоқ ол кезде, олар бертінде шықты Хондалар. Өйткені 2005 жылы конфедерация кубогында алғаш рет көргенмін сол кезде Жапония құрамасын. Сол кезде сол Накаталар ойнап жүрген, жарып жүрген кездері ғой. Селтикте ойнап шабуылшылары болды. Сол Жапония құрамасынан мен көп нәрсе күтемін, бірақ тобы қиын. Енді әлем чемпионатында бір жағынан 20 жасқа толмаған ойыншылар бар, екінші жағынан 40-тан асқан кәсіби тәжірибелі футболшылар бар. Жалпы бұл қазіргі футболда тәжірибе маңызды ма, әлде сізінше бір жастардың энергетикасы деп ойлайсыз ба, энергиясы?
қазір үлкендердің арасында осы соңғы әлем чемпионатын өткізетіндер бар. Модрич бар, Роналду бар, жаңағыдай Месси бар деген Очо бар. сияқты. Очо бар, Очо иә. бар. Очо әлі жүр екен ғой, иә. Очо осы әлем чемпионаты десе есіме ең бірінші Очо түседі менің де. Қаншама әлем чемпионатында жарқырайды ғой. Тек қана әлем чемпионатында жарқырайды өзі. Сол ертеңде жарқырап Мексикамен біраз жерге дейін барса, жалпы жастар жарайды, мүмкіндік бар ғой. Олар бәрі көргісі келеді, ойнағысы келеді, бірақ осы үлкендердің гештальттары жабылса екен. Жетістікке жететіндей. Енді Хорватияға қиын енді Модрич үшін, өйткені онысы да бір қола медаль алды 2018 жыл. Соның өзі бір шүкіршілік жететін шығар деп ойлаймын мен Хорватияға құрамасына. Бірақ енді бар арманым да қазір менің ойлап отқаным да тілегім де осы Португалия жеңсе екен. Криштиану Роналду алдында сұхбат берді ғой, бір әлем чемпионаты алмай қалғанда мен ұлы футболшы болмай қалмаймын деп. Өзіне қысымды азайту үшін әдейі айтты деп ойлаймын мен оны. Өйткені оған керек, бұл бәрібір керек өзінің жаңағыдай өмірінде осы Мессимен салыстырып келді осы уақытқа дейін. Трофей тұрғысынан осыны теңесу үшін керек Роналдуға. Осы чемпионатта кім сенсация жасайды деп ойлайсыз, қай құрама? Сенсация. Кеше мен осы топтарды қарап отырған кезде оңтүстік Кореяның Иә. құрамына көзім түсті да. Осы Корея 2002 жылғыдай біраз жерге дейін барса қандай күшті деген өзіме ой келді. Және солай жасайтын да сияқты. Корея күшті. Әдемі болып тұр Корея құрамында. Жалпы Қазақстан болашақта қай бағытта даму керек? Мысалы біз енді әлем чемпионатына шықсақ деген арманымыз бар, мақсатымыз бар, иә, жоспарымыз бар. Енді әсіресе Өзбекстан құрамасы шығып жатқаннан кейін бізде шықсақ деген үміт пайда болады. Мүмкін екен ғой ол деген сияқты. Иә. Ал сол үшін Қазақстан қандай жұмыс істеу керек, қай бағытта даму керек деп ойлайсыз? Бізде болғанда негізі бізде бар ғой жанкүйерлер де, бірақ басшылық құрамында бар ма жоқ па не білмеймін. Мен соны өткенде бір жағынан ішім күйіп ойланып отырдым да, сонда шығуға мүмкін екен ғой деп көз жеткізу үшін міндетті түрде бірінші Өзбекстан шыққанын күту керек пе еді деймін да. Білмеймін, ағайындар бізден озып кетіп жатыр ғой енді. Стадион Жоқ, бізді айтып залдарына отырмын да, басқа. сонда міндетті түрде соларға қарап біз солар қалай істесе солай істеу керекпіз ба деген бір ой келеді да. Мгм. Әйтпесе бүкіл байлық жағынан да біз Қазақстан алда кетіп қалған, Орта Азия бойынша негізінде. Сосын академия салынады деп айтып келе жатқан қаншама жылдар болды да осы уақытқа дейін. Олар академияның жеңісін мен сіздерге бір деген қызық айтып берейін, қазір ешкімге айтпаңыздар, Айтпаймыз. арамызда қалсын. 2007 жылы президенттің арнайы тапсырмасымен оларда үлкен Бониткорның академиясы салынады. Қатты айта берсеңізші. Сөйтіп 10 академия салынады, осыны ойлаңызшы, 10 академия. Олар жаңа Ривалдо бар, Луис Филиппе Скалари бәрін тартады осы футболды дамыту үшін. Бұл мемлекеттік кәдімгідей бағдарлама ретінде жүзеге асты да, 10 академия салынды. Жаңа келе бастады, Криштиану Роналду шақыртты қонақ қылып Ташкентте. Ол Өзбекстанда жүрді, балалармен, кішкентай балалармен футбол ойнады. Сол керек болды да оларға. Үлкен дем берді, бум берді анау елдің футболына деген. Сосын Өзбекстан содан бастап, сол кезде 2007 жылы 7 жасар балалар мысалы неге баратын болса, академияға баратын болса, солар 2020 жылы жастары 20-22-ге келіп, қазір сол балалар ойнап жатыр да мына жерде. Энергетик БГУ-ға кеше Хусановтың барған деген сияқты, Шамурат мына жақтан мына жаққа шыққан, бәрі сол академияның жемісі да жасап жатқан. Ол үлкен ғана 10 академия бар Өзбекстанда. Үлкені ғана 10. Қаншама кішкентай академиялар бар ана жақта. Бізде ше жоқ қой, бізде макеттен көп нәрсе жоқ қой, байқайсыздар ма? Біз қазір өз арамызда өйстіп күле береміз ғой, бірақ негізі бар ғой, бұл жылайтындай нәрсе ғой. Бізде макеттен көп нәрсе жоқ та, сосын жаңалықтан көп нәрсе жоқ. Осындай академия салынатын болды деген. Бізге жаңалық шығармау керек. Қазығын қақ, фундаментін құй, жартысына келген кезде айтшы, міне академия жартысына келіп қалды деп. Сөзден іске көшу керек дейсіз ғой. Мен тойдым бар ғой кейде. Мен андай айтпаймын көп жерде еш нәрсені да, бірақ ішімде көп нәрсе қайнап жатыр. Ішім ашиды. Өйткені мен Ташкентке көп барамын ғой. Футболын көремін, стадиондарын көремін, табиғи алаңдар. Тәуелсіздік алғаннан кейін 3-ақ стадион салғансың, өзі бар жоқ. Неңмен мақтанасың, қай бетіңмен барасың чемпионат мейраға? 3-ақ стадион салғансың 91 жылдан бері. Оның жағдайын айтыңыз. Оның біреу жасанды алаң, оның шөп шықпайды ол жерден бәрібір. Негізі біздің адамдардың жүрген жерінен шөп шықпайды, негізі байқайсыздар ма? Бірақ Қайсардікі жасанды алаң ғой. Қайсардың стадионында. Жасанды, Қайраттікі қалам, оның өзі қанша жыл?
Тұрандікі жасанды емес қой. Иә, Тұранікі басында жасанды болды ғой, кейін Сосын ауыстырды ғой, жария оны қылды, деген иә. арнайы жөндеуден өткізді ғой. Әйтпесе бәрі жасанды болып салынып. Өйткені жасанды деген қалтаға жеңіл, Арзан. И тез бітеді. ол да тез бітеді, былай ойнап жүре береді, бәрі ол матчқа бармаймыз ғой деген сияқты әңгіме да, өздері көре жатыр ар жағын деп. Сосын не істейді, легионерлер келмейді бізге. Келген кезде көп ақша сұрайды. Неге? Өйткені белдері ауырады, андай жасанды алаңда жүгіре алмайды. Біздің Балаларды аяп кетесің. 30-31-ге келген жігіттер уже белдері ауырады. Сосын алады да 34 жасында карьерасын бітіреді, жинаған ақшасына емделеді сосын өмір бойы. Сондай болып отыр ғой. Яғни алдымен академияның деңгейіндегі Әлбетте. мәселелерді шешу керек. Тамырынан емдемесең ол ағаш өспейді ол деген. Сен ағашты бүйтіп әктей берсең, немесе сыртын бояй берсең, қанша су құйсаң да бар ғой, тамырынан емдеу керек оны. ар жағынан негізі по факту құрттап жатыр ғой негізінде, шынымен. Оны бірінші емдеу керек оны бірінші. Сосын барып қана өсірумен айналысу керек. Ал қазір алып сала бергеннен пайда жоқ оны. Балаларға көңіл бөлінсін да, балалар футболына академиялар салынсын. Қайрат бір академиядан, бір штук академиядан қанша балалар шығып жатыр мысалы. Челсиға кетіп бара жатыр ғой сол балалар. Осындай 10 академиядан 10 дастан шықса болды ғой, ұлттық құрамада 10 футболшы дайын ғой негізгі құрамдағы. Ұлттық құраманың киімін көрген шығарсыз қазір шыққан. Иә, Хишинченге мен Лагвинек елестеді ғой көз алдыма бірден. Екеуін жүгіріп келе жатқан елестеді көз алдыма. Яғни туына қатысты да Иә. сын болды, көрдім. Енді мына жерде Арменияда, Венгрияда жолдастық матчтарда екі елдің тулары тұрады ғой. Қазақстанда жоқ не Бізде жоқ екен. соған ақша жетпей ма деп жазып жатыр. Білмеймін, алдыңғы формамыз бұдан мың есе әдемі еді. Сол ең Саған сәтті қарап жүрегің ауырады шыннан. ең- Баннерлерді Иә, көріп. осы ең сәтті форма Адиевтің кезіндегі форма болды ғой деймін. Біз неге барған кезде Данияның артынша Ирландияға қонаққа барған кезде Сан Мариноға ма, сол кезде жаңа форма болып бастады бізде. Жаз мезгілінен бастап 2023-тің сол формада. Өзгертпей ойнай беру керек еді, бірақ Адидас ұсынды дейді, бірақ ұсынған ұнамады маған. Мүлдем Дизайны өтпеді. жоқ қана жерде, қалай білмеймін, не ұсынғандығын. Сол не ұсынғандығын көрмей ма, сәл таң қалдым мен. Или біз Біздің көрмейміз. Дизайнер алдындағы форма жалдауға ақша әдемі жоқ ғой, мына деді жерде ғой. ақ жағасы, ақ мына жерінде ақ жолақтары бар мысалы. Сары форма кисең көк деген сияқты. Сол күштет, білмеймін, мынаны түсінбедім. Сол 2014-тегі форма қайттан қайтарып келе салған сияқты. 2014 пен 16-ның арасында осындай форма болған ғой. Жаңа жасанды интеллект енгізу керек деп жатыр ғой негізі. Спорт саласына жақсылап дизайн жалдамай ақ жасанды интеллекттен сұрап бір жақсы дизайнер шығаруға болатын еді ғой. Негізі бар ғой, формаға келген кезде бұл ең Мәселе оңай шығара дүние бересің. ғой негізінде. Ең оңай дүниені алады да, ең проблемный хейттің арасына келіп тыға салады да. Ол негізі талқыланбау керек қой. Формалар әдемі болу керек қой. Қаржы дейді енді. Айналып келіп бәрі сол қаржыға. Несі қаржы оның? Дизайнға бір қатты қаржы керек па? Мен білмейді екен, мен бұл саланы түсінбейтін шығар мүмкін. Білмеймін, кез келген адам көреді ғой, мынау әдемі емес деген нәрсені. Мен ана форманы қарап, мә, әдемі екен деп айтқан адам көрсем таңғаламын, бар ғой. Мысалы деймін да, ана жерде реакциясын елестетсем біреудің, мә, әдемі екен, давай алайық деген бар ғой, білмеймін біртүрлі. Жоқ, бірақ бар, көрдім мен сөйтіп жазғандарды. Анау сары балапандар сияқты жүретін еді, қазір енді қайта бетін беттері бері қарапты деп жазғанды көрдім. Білмеймін, қалай болған. Мазасылар балапан сияқты. Мен андай формаларды қалаймын, бар жақасы бар болады ғой, бір әдемі. Осы 2017 жылғы Реал Мадридтің футболкасы болды ғой, жаңа жақасы бар. Иә, Сондай бір стильде бір күшті бір формаларды қалаймын мен ұлттық құрамаға. Бірақ мәселе киімде емес қой, түйінін көреміз не болатынын. Иә. Егер нәтижесіз болса қандай киім киіп шықсаң да. Жаңағыдай ғой, стадион қандай үлкен болса да ойының өзгермейді ғой. Ертең формада білмеймін, күшті ойнап кетсек бидайатса дұрыс істеді деген сөз онда. Рахмет көп бек уақытыңызды бөліп келгеніңізге, Сізге рахмет. уақытыңыздың тығыздығына қарамастан келгеніңізге. Бұйыртса әлем чемпионатын тамашалап біраз көңілден шығатын қызықты матчтар болады деп Аумин. үміттенеміз. Қазақ футболда дамиды деп үміттенеміз бұдан да. Иә, өзбек ағайындарымызға жақсы барып қайтыңыз енді. Құдай қаласа, сәттілік Бұйырса. өзбек ағайындарға да. Иә, Бізге жақсы жолын жаңалықтар берсін. көп болсын. Келіп тұрыңыз студиямызға осы. Міндетті түрде шақырсаңыздар келемін ғой, бұйыртса. Аман болыңыздар. Құрметті көрермен, біздің YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар, пікір жазуды ұмытпаңыздар.